Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай керемет тұздықты әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге аса қатты рецепт қажет болмайды. Яғни үйдегі бар заттармен дайындайтын боламыз. Менде бақшада қалып кеткен осындай соңғы көкөністер. Астында осындай болгар бұрышы да бар. Енді осының бәрін жақсылап тазалап жуып, мясировкадан өткізіп алатын боламыз. Мен осылай тазалап, артық жерлерін кесіп алып тастадым. Енді осыны мясировкадан өткізіп қайнататын боламыз. Осылай мясировкадан өткізіп, газының астын жағып, бір араластырып, тұз араластырып, осылай қойдым. Міне цветі өте әдемі болып шықты. Осылай бір қайнаған соң, бұл примерно менде 20 минутта қайнады. Осылай қайнаған соң, астын жай қойып, тағы да жарты сағат қайнатып алатын боламыз. Нәтижесінде осындай болып шықты. Бұны банкаға немесе баклажкаға құйып, морозильникке тастай салсаңыздар болады. Міндетті түрде жабу міндет емес. Өте керемет болып шықты. Бешбармақпен, мантымен керемет кетеді.